Соған қарамастан жүрегіндегі мейірімін жоғалтпаған қыз, анасы қарсы болса да. Енесі хабарласып жатыр, қарғыс айтып жатыр тіпті. Соған қарамастан мейірім бар жүрегінде. Дина бар. Мен саған бір күн мен мүмкіндік берем. Билейсің бе, жүгіресің бе, не істесең оны істе. Әйтеуір менің көңілімнен шық. Мен осындаймын. Мен ханшайыммын дегендей. Мен шынымды айтсам, оны ұнатпадым кеше. Қалжыңдағанменен көріп түсінбеуі мүмкін. Өйткені бәріміз пендеміз. Қоғамнан ешкім биік емес, халықтан. Және де осы бір ауыз айтқан сөзің мүмкін ойланбай сөйленген айтқан сөзің шығар, бірақ көптеген көрерменнің жүрегіне тиді. Көптеген хаттар келді бізге өз тараптан. Және құрметті қатысушылар, барлықтарыңыздың естеріңізге сала кетейін. Қалаулының жобасының қатысушысы болды деген сөз. Ол келген үміткерлердің бастарынан шертіп тұрын таңдайым, мені бір таңғалдыру керек, менің артымнан жүгіру керек, жүрегімді жаулау керек сөз емес. Сіздер бұл жерге мұқтаждықтан келдіңіздер. Тура сол сияқты үміткерлерде сондай мұқтаждықпен келеді. Егер мұндай мұқтаждықтарың болмаса, үйленгілерің келмесе, отбасы құрғыларыңыз келмесе, онда сіздердің орындарыңызға отыратын адамдар көп. Түсінікті болған шығар? Дина? Әрине. Қазір бізде сырласу бөлмесінде Аман мен Алтынай отыр. Қалай болып жатыр екен әңгімесі бір сығалап көрейік. Алтынай бұл жерде кәдімгідей әңгімесін айтып отырғанын байқап тұрмыз. Өйткені көзіне жас алып тұрып әңгімелеп жатыр. Және де Аманның осы жерде артықшылығын ерекше атап өткім келеді. Өйткені жағдайға кіріп деген менен сырласу бөлмесіне барып, үміткеріне деген ең азында құрметін көрсетіп, қазір әңгімелесіп отыр. Ал студиямызға келмеген Бағлан қазір телефон байланысында екен. Не айтады екен? Тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Бағлан, келмедіңіз? Сәлеметсіздер ма? Неге келмедіңіз? Менде өзім жеке бір басында бір жұмыстар болған, сол себеп келе алмадым. Кеше Динаға айтқан едім және. Динаға еш ренжулі емессіз, араңызда барлығы дұрыс. Және жалғастырасыз таныстықты, е? Дина өте жақсы қыз, қандай реніш жоқ, ақ көңіл, екеуміз жақсы сырластық, кеше сөйлестік, қатты күлдік, бәрімізге жарап дегендей. Жақсы қыз, бірақ таныстықты дос ретінде жалғастырамыз деп шешім қабылдағанбыз кеше отырғанда, кешкісін. Бұл шешім бірге қабылданған шешім. Әрине, екеуміз бірге 40-100% сенімді болдық шешімімізге, сонымен солай ары қарай сөйлесуімізді дос ретінде жалғастырамыз. Жақсы. Ол қызды кінәламаңыздар. Енді ара қатынас тоқтады, келмейтін болдыңыз, е? Бір сұрақ. Кеше Дина сізге бір күнге мүмкіндік деген рұқсатын берді. Сол сіздің көңіліңізге тиген жоқ па? Бізге көптеген сондай хаттар келді. Қалай жігітке олай айтудың, ол жігіт қалай шыдады, намысына тимеді ме деген сияқты. Біріншіден жоқ, өкпелі болған жоқпын, бір күн берем деген, енді қыз болған соң қыздар енді сондай болады ма. Жалпы түрде бәрі жақсы болмай. Нем жоқ, ренішім жоқ, өйтіп ойламасын. Кінәламаңыздар, жақсы қыз. Өте жақсы, қарапайым қазақтың қызы, әңгімелестік, сөйлестік, жақсы бәрі. Олай айтып отырғаныңыз бізге майдай жағып отыр. Себебі біздің қатысушыларымызды мақтаса, біз әрине өзіміздің де көкірегіміз көтеріліп сондай. Жинабастығыз, артық әңгімесі жоқ. Жарайсыз, сөйтіп мақтап тұрыңызшы. Жақсы. Ең бастысы сіздің ренжімегеніңіз жақсы болған екен. Мен сізді ренжітіп алдым ма деп жаңа ұрсып алғаным бар. Ұрсып отырмын қазір. Жақсы, сізге рахмет Бағлан. Бақытты болыңыз. Бақытқа лайықты жансыз. Сіздерде. Жақсы, сау саламатта жүздескенше. Жақсы, сау болыңыздар. Өте ақ көңіл керемет жігіт.
Және де білмеймін енді Дина. Жоқ, Аша ханым, шынымен де біз кеше мына жақта сөйлескенде өте күліп ғой, естіңіз ғой. Былай өмірде де екеуміз кездескенде дос ретінде өте қатты бір-бірімізді түсінеміз да, и білмеймін, өте ұқсаспыз да. Негізі екі адам екеуіне ұқсамау керек қой бір-біріне. Бірақ екеуміз шынымен де қатты ұқсаспыз, бір-бірімізді қалжыңымызды түсінеміз. Дос ретінде өте қатты жақсы жарасамыз десем болады. Әрине біз достығымызды тоқтатпаймыз. Біз осыдан кейін тағы да кездесіп, сөйлесіп тұрамыз. Керемет. Жақсы болған екен онда. Жүрегім орныма түсті. Бірақ айтқан ескертулерім өз күшін жойған жоқ. Барша қатысушыларға айтып отырмын мен оны. Қалай да болса, мен саған мүмкіндік берем, көңілімді жаулап көр деген сөзден аулақ болсаңыздар деймін, өтінішім сіздерге. Керісінше, келген үміткерге рахмет айтып, мен сенің көңіліңді жаулап көрейін, мен сені аша білейін, ашық әңгіме құрайық деген ниеттеріңіз болса, әлде қайда ұтымдырақ болады негізі. Мүмкін сол ниет болмағаннан кейін де қалаулымға келіп бақыт іздеп отырған шығарсыздар, және бақытты табасыздар жақын арада деп ойлаймын негізінде. Түсінікті ғой, қатысушылар? Мен жалпы осындай ескертулерді айтып отырғанды өзім жақтырмаймын негізі. Бірақ енді жағдай реттен тыс кетіп бара жатқаннан кейін ескерту жасау орынды болады деп шештім. Жарайды ендеше, Дина, орныңа жайғаса ғой.